Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай кештерге арналған жамылғы тігеміз, яғни накидка. Менің каналыма жазылып, тіркеліп кетіңіздер. Бәрімізге түсінікті болу үшін накидка деп айта берейін. Накидканың лекаласын бұйымның жарты бөлігіне арнап тұрғызамыз. Штрихпен сызылған тік сызығымыз ол біздің бұйымымыздың ортаңғы бөлігі. Ол жер бізде матада бүктеліп тұрады. Қалған өлшемдердің бәрін осы видеода көрсетілгендей сызып аламыз. Біз өзімізге қажетті матаны қолданамыз. Менің жағдайымда бұл креп сатин матасы. Бұл накидкаға шифон матасын, жібек матасын, атласты, торды немесе органзаны қолдануға болады. Түсінікті болу үшін осы жерден айтып кетейін. Сызып отқан тік сызығымыз бұл біздің бұйымымыздың алдыңғы бойы, ол бізде 60 сантиметр. Ал келесі ұзындық ол бұйымның артқы бойы, ол бізде 90 сантиметр. Осылай бірінші алдыңғы бойды шығарып аламыз. Келесі бұл бізде артқы бойымыз. Бұл модельді осы өлшем бойынша тігу үшін бізге ені 1,5 және ұзындығы 1,5 метр мата қажет болады. Және сіздерге түсінікті болу үшін мына сызбада артқы бойды штрихпен белгілеп қойдым. Енді жеңіміздің ұшын сызып аламыз. Модель бойынша бізде жеңіміз кең болады. Ал бұл жеңнің ұшы бізде білектен басталады. Бұл накидканың өлшемдері 46 өлшемнен 50 өлшемге дейін жүреді. Және бойдың ұзындығы 1,65-те 1,70 сантиметр болу керек. 1,5 метр матамызды екіге бүктейміз. Үстіңгі бөлігі 60 сантиметр, астыңғы бөлігі 90 сантиметр болады. Матаны енінен екіге бүктейміз. Ол бүктелген жері бізде ортасы болады. Осы жерден бастап мойын ойындысын сызып аламыз. Мен өзіме керек матаның енін бірден кесіп алдым. Сызба бойынша маған 58 сантиметр керек. Мен матаның енін 1,20 қылып алдым. Сіздер дайын 1,20-лық мата қолдансаңыздар, онда бұйымның ұзындығына 1,50 емес, 1,80 қылып жеңді қосып аласыздар. Міне біздің лекаламыз арқылы осы накидканы кесіп алдық. Бұл бізде артқы бой, ал мына қысқасы ол алдыңғы бой.
Енді жеңімізді қиып аламыз. Жеңімізді осылай қойып көреміз. Онда бізде алдыңғы бойымыз кішкене кеңдеу, өйткені ол жерде бізде складкалар болады. Екі иығын қосып тігіп аламыз. Және бірден оверлокпен өңдеп аламыз. Иығымыздың тігістерін үтікпен жатқызып үтіктеп, жеңді қосуға дайындаймыз. Жеңнің ұшын осылай иығына қойып, екеуін енін бір-біріне сәйкестендіреміз. Онда бізде бұйымның ені үлкендеу болғандықтан, оған осындай көлем беретін әдемі қатпарлар саламыз. Мен осылай видеода көрсетілгенде салып алдым. Оң бетінен қарағанда осылай көрініп тұрады. Енді осыны машинкада тігіп, және оверлокпен өңдеп аламыз. Міне біз иығымызбен жең ұшын қосып алдық. Енді жан тігісімен төменгі бөлігін өңдеуді көрсетемін. Сызғыштың көмегімен жоғары қарай 10 см белгілеп аламыз да, алдыңғы бойды бір-біріне беттестіріп, осындай белгі сызығын қойып аламыз. Енді оверлоктың көмегімен осы белгі сызықтан бастап екінші белгі сызыққа дейін алдыңғы бойдың етегін айналдыра тігіп шығамыз. Бұл оверлокпен өңдеуді алдыңғы бойдың оң бетінен тігеміз. Міне осылай тігіп шықты. Енді жеңді бір-біріне қосып, жең ұшынан бастап жаңа қойған белгі сызығына дейін қосып тігіп аламыз. Міне осылай тігіп алдық. Енді осы белгіден қайшының көмегімен осылай
тігіске жеткізбей қиып аламыз. Ол қазір біз оверлоктағанда осылай тігісті жатқызып, бір тігіспен жүріп өту үшін осылай бізге керек. Екінші жағын осылай қиып алдық. Енді бір жеңнің ұшынан бастап үзбей келесі жеңнің ұшына дейін оверлокпен өңдеп шығамыз. Жаңа қиған жерге келгенде алдыңғы бойды қолмен ұстап тұрып, артқы бой арқылы оверлокты өткіземіз. Міне, осылай өткізіп алдық. Келесі қиығымызға келдік. Ол жерде де алдыңғы боймен артқы бойды қосып, жеңді қосып, аяғына дейін тігіп шығамыз. Қалдырған қиығымызды инемен қыстырып алайық. Қазір тігуге ыңғайлы болу үшін. Енді бұйымның етегін осы инеден бастап жаңағы қиығымызды закрепка арқылы қатты қылып тігіп аламыз да, осы жерден бастап келесі қиығымызға дейін айналдыра тігіп шығамыз. Осы тігістердің бәрін үтікпен жатқызып, үтіктеп аламыз. Теріс бетінен де және оң бетінен де үтіктеп аламыз. Енді жеңіміздің ұшын өңдейміз. Жеңнің ұшын екі қайтарып тігіп аламыз. Осылай жеңімізді өңдеп аламыз. Бізде екі жеңіміздің ұшы да өңделіп дайын. Енді бізде қалғаны бұйымның мойын ойындысы. Онымен осы материалдың өзінен косая бейка қиып алдым. Соның көмегімен өңдеймін. Косая бейканы қалай қиюды менің алдыңғы видеоларынан көре аласыздар. Немесе мойын ойындысын аптачка арқылы өңдесеңіздер де болады. Видеода көрсетілгендей бейкамызды айналдыра тігіп аламыз. Үтіктің көмегімен бейкамызды ішкі бетіне қарай жатқызып, айналдыра үтіктеп аламыз. Осы бір үтіктегеннен кейін осылай тағы да бір қайтарып тігіп шығамыз. Көктеп алсаңыздар да болады инемен, немесе осылай инені қадап қолдансаңыздар да болады. Міне бізде мойын ойындысы да және бұйымымыз да толықтай дайын болды. Енді үтіктің көмегімен мойнымызды және жеңіміздің ұшын жақсылап үтіктеп аламыз.
бізде осындай әдемі ерекше кештерге арналған бұйым пайда болды. Сіздерге ұнаса, лайк басып каналыма жазылыңыздар.